Сәлеметсіздер ме, айдын қазақ қалалары. Мен сіздерге бұл биодизельді қалай жасау жолдарын айтып өтейін. Мен бұл биодизельді қалай жасаудың жолын айтамын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл үшін өте көптеген заттар қажет емес. Бұл өте қолжетімді және де өте қолжетімді эксперименттердің бірі. Бұл үшін бізге кәдімгі біздің асханамыздан алған қалдық май және де осы қалдық майды сүзуге арналған сүзгіш пен бұл сүзгіште біз мақтаны пайдаланамыз және қолба және де кәдімгі этанол спирті мен сілті, яғни натрий гидроксиді керек болады. Ал бұның үстіне біз ыссы су құйып осы биодизельді 60 градусқа дейін қыздырамыз. 60 градусқа дейін қыздырамыз. Енді біз осы қалдық майды біз 100 мг-ға дейін құямыз. Міне біз уақыт өте келе бұл тазартылмаған лас қалдық май осындай мақта арқылы өте таза майға айналды. Біз осы майдан 100 мг-ын біз майды құйып болғаннан кейін бізге этанол спирті керек болады. Бұл біз осы этанол спиртінен 20 мг-дай құямыз. Және де келесі кезекте бізге сілті, яғни натрий гидроксиді керек болады. Бұдан да біз 20 мг құятын боламыз. Осыны біз 5-10 минуттай араластырып болғаннан кейін, мен өзім 60 градустағы ыссы суды осы кесеге салып, мен осы экспериментті осыған салып 5-10 минуттай араластырып, тағы да 10-15 минуттай араластырып отырамын. Мен осы колбадағы майдың қосындысын мен осы стаканға салдым. Бұл стакандағы су 60 градустағы кәдімгі күнде көріп жүрген су. Және